Халқымыз әзелден өнерге оғада бай болып, бұл мирас атадан балаға өтіп, давам еттіріліп кетір. Өнерлі өрге жүзер деген қанатлы пікір кеуілін ұялап алған халқымыз ұл қызларына өнер сырларын үйретіп отырған. Жас талант иесіне берілген бағдар өзіндегі қабілет һәм қызығушылық кем-кем таланттың ашылуына жол салады. Қарақалпақстан Республикасы қанегелестірілген көркем өнер мектебі жас әулетқа білім беруіменен бірге Қарақалпақ халық өнерін рауажландыруға салмақты үлес қосып атырған білім дәргайы. Жас талантларды тауып, оларға халық өнерлерін үйретіп баруды мақсат еткен бұл мектеп суретшілік, мүсіншілік, кестешілік, тігушілік, ағаш оймакерлігі һәм кілемшілік тарауы бойынша оқушыларға өнер сырларын үйретіп атыр. Білім қазинесінен нәр алған дәуір жастарына бай тәжірибеге ие ұстазлар сабақ береді. Шәкіртлер табысынан ұстаздық мәртебеге еріскен инсанлар қатарында Өзбекстанға минет сіңген жастар ұстазы Жеңіс Лепесов, художник Мұрат Бердімбетовлар мектеп мақтанышы. Қарақалпақстанға минет сіңген мәдениет қызметкері, аял қызлардан шыққан көркем өнер ізетлеушісі Гүлстан Тұрдымұратова біріншілерден болып, суретлеу өнері тарихынан сабақ беріп, дүния художниклерінің минеттеріменен таныстырып барды. 1997 жылы президентіміздің парманыменен Ташкентте Өзбекстан көркем өнер академиясы, соңынан Нөкісте Өзбекстан көркем академиясының Қарақалпақстан бөлімі һәм Нөкісте Қарақалпақстан қанегелестірген көркем өнер мектебі лицейі ашылды. Сол жылдары 97 жылы 4 класс болса, 50 балалар жиналып, соңынан әсте-әсте 7 класс, 9 класс һәм ең ақырында 14 класс болып, 300-ден астам бала, ең талантты балалар бұл қанегелестірген мектепте оқыды. Сол 97 жылдан басылап ең талантлы балалар көп шет елдер мемлекеттерге өзінің жұмысларын жіберіп, үлкен сыйлықлы дипломларға миясар болды. Мысалы, бірінші Чехия лицейі болса, соңынан Вашингтон, Хындыстан, Шанқар көргізбелерде үлкен орынларға ие болды. Бұл балалар арқалы біздердің минетіміз белгіледі. Басқа кәсіпке қарағанда художниклер, жазушылар, актерлар, олар өзінің картиналарыменен, сахнадағы көріністеріменен, әдебиетта өзінің романларыменен екінші, үшінші өмір көрсетеді. Бұл искусство деген көркем өнер, бұл дүнияда мәңгі қалатығын бетлер. Мысалы, кішкентай картина жасау мүмкін любой художник, бірақ ол har шығармада өзінің бір ішкі несін алып қалады. Мысалы, har художниктің мысалы көп сөздері бар искусство хақында. Біреулер мысалы айту мүмкін, мысалы Рубенс айтады, әрбір шығарма менің бұл перзентім деп атап кетеді. Пикассо мысалы айтып кетуі мүмкін, әрбір шығарма менің бір көз жасым деп. Сондай әрбір композицияны дөрету бұл қатты қиыншылықпенен, бірақ ол шығарма мәңгілікке қалады. 1997 жылы мектептің талантлы оқушылары Дос болайық Өзбекстан Голландия балалар дөретушілігі халықаралық фестивалында 8 алтын, 17 күміс сертификат һәм дипломлар менен сыйлықланды. 2000 жылы Өзбекстан Япония менен біргелікте өткерген балалар дүния нәзерінде таңлауында осы мектептің талантлы оқушысы Құтлыбай Бекназаров диплом менен сыйлықланды. 2002 жылы Хиндістанда өткерілген Шанкар халықаралық таңлауында Сайдбек Сабырбаев күміс медалға сазауар болды. 2004 жылы Мысырдың Өзбекстандағы елшіханасы һәм Өзбекстан көркем өнер академиясымен бірлікте Мысыр Өзбекстан жастары нәзерінде таңлауында Серік Байбосынов құрмет жарлығын алуға ерісті. 2006 жылы ЮНЕСКО тарапынан шүлкімлестірілген Орайлық Азия 2006 өнерментлік фестивалында Миуагүл Расбергенова қол өнері минетлері менен қатнасып, ең жоғары сыйлыққа
миясар болды. Қарақалпақ халқының кестешілік һәм тігушілік қол өнерінде басқа халықта қайталанбайтын өзгешеліктері бар. Өнер үйренуге ықыласы бәлен, нәуші қыздарға, халқымызға белгілі мүсінші Жолдасбек Құттымұратовтың қызы Набат Құттымұратова һәм Гөззал Қарлыбаева кестешілік пен тігушіліктің сан алуан сырларын үйретіп атыр. Терең ақыл, тынық қиял менен үнлесіп түскен құрамалы нағыслар һәм құрақлар қызларымыздың кеуіл дүниясының азадалығы менен сабырлығынан дәрек береді. Оқушылар түрлі бағдарда суретлер салу, әммілі нағыстар сызылмасын ақ қағазға түсіруде белгілі художник Жеңіс Лепесовтың бағалы пікіріне сүйенеді. Тауарға түскен нағыстардың әреңін шығарып беруде де художниктің минеті бар. Біздің қанелестірген көркем өнер мектебінің қыздарымен бірге оқушыларымен біз бірінші рет осы музейдегі тұрған саукелен нұсқасын көріп, біз осы саукелен тігіп көрейік деп өзімізге бір мақсат қылып қойып едік. Осы саукеленнің мынау көрінісі, біз соны істеп тігіп шықтық. Саукеленді тігіп шыққандағы бізге сондай бір сұраулар берді адамдар, неге саукеле бұл саукеле бәрі қанша неткенмен бұрынғы ата-бабаның несіне ұқсамайды. Біз бұл жерде 19-20 асырдегі материалдар табылмаймыз, бірақ өзіміздегі заманауи материалдардан сондай саукелені қайтадан заманауи қылып шығардық. Сонда да бұл біздің саукелемізде шет мемлекеттен келген қонақлар көріп, бәрі қолдан тігілген, ешқандай бір жерде машина ешқандай қолданбаған. Солар көріп, оларым айран қалып, сонда бір қуанып, себебі және де осындай затларды істеуге болады екен ғой деп қуанып кетті. Кейіннен біздер тек осы саукелемен тоқтап қалмастан, кейіннен біздер және де кимешекті қыздарымыз тігіп шықты. Міне кимешекті тіккенде бір сондай қиыншылығы болды. Біздер Игорь Витальевич атындағы музейге барып, оның қасында дағы осындай кимешектердің суреттерін сызып алып, олардың нақышларын, олардың бояуларын, қай жерде қандай бояулармен тігілген, қандай жіптелермен тігілген, жіптері қандай болған. Біздің қыздарымыз сондай шебер, себебі осы қыздарымыздың жұмыстарында біздің художник мұғалімдеріміздің көп минеті бар. Себебі осы нақышларды бір-біріне қасына тіккенде, жіптелерін бір-біріне қосқанда біздің художниктер өздерінің ақылын беріп тұрады. Себебі қараға қызыл, қызылға ақ бір-біріне мас болатын бояуларды сызып, соларды бояумен көрсетіп, қыздарымызға түсіндіріп айтатын еді. Біздің қазіргі уақытларда осы бір мектебімізден шыққан қыздарымыз көбі қазір Ташкенттегі Камалетдин Бекзат атындағы институтта оқып жатыр, келешекте өздерімізге қайтып келеді деп үмітленеміз. Мүсіншілік тарауы бойынша үйреніп атырған жастар милли әмели қол өнерін рауажландырып, бабалар мирасына садықлық рухында тәрбияланып атыр. Мүсіншілік ең құрамалы өнер түрі. Белгілі художник Мұрат Бердімбетов мүсіншілік өнері бойынша шәкіртлеріне үйретер екен, балалардың көбірек үйретушілік ұқыбына, суретлеу фантазиясының шеберлігіне кеуіл аударады. Гілемшілік жақсы рауажланып кетірген өнер түрі болып, талантлы қыздар гілем оқу сырларын терең меңгеріп алған. 10 бармағынан өнер тамған ілгір зейінлі қызлар гілем тоқу ұсылыларын тәжірибелі ұстазлардан үйреніп барады. Гілем тоқушы қыздардан Венера Көптілеуова, Бақтыгүл Иманбайолар жаңа әулет 2011 балалар дөретушілік фестивалінің
жеңімпазы болды. Талант һәм қабілеті менен көпшіліктің нәзеріне түскен мектеп оқушылары әр жылы өткеріліп кетірген жаңа әулет балалар дөретушілігі фестивалінің жеңімпаздығын қолға кіргізіп, үміт һәм сенім туын бәлен көтерген. Еліміздің талантлы қыздары қатарында Зүлфия атындағы мемлекеттік сыйлыққа сазауар болған 3 талантлы қыз осы білім дәргайынан шықты. 2002 жылы суретлеу өнері бойынша Анипа Артықова, 2013 жылы Айнура Сапекеева бұл үлкен сыйлыққа өзінің айрықша таланты менен ерісті. Ал арадан бір жыл өтіп, және бір талантлы қызымыз Бибіназ Қайипова да Зүлфия атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты болды. Үлкен сыйлыққа миясар болған талантлы қыздар оқушылық жылдарынан басылап халық аралық таңдауларға қатынасып келді. 2003 жылы Өзбекстан-Швейцария бірлігіндегі шекаралар таңдауында Анипа Артықова диплом менен сыйлықланды. Ал Бибіназ Қайипова һәм Айнура Сапекеевалар 2007 жылы Польшада өткерген халық аралық таңдау жеңімпазы болды. Бүгін ол Өзбекстан Республикасы көркем өнер колледжінде оқып атыр. Айнура Сапекеева болса, Нөкіс мәдениет һәм көркем өнер колледжінде суретлеу өнері бағдарында білім алмақта. Талантлы балаларды таярлап беріп атырған білім дәргайы 15 жылдық тарихы ішінде өнерлі жастарды жүзеге шығарды. Солардан Азат Пірназаров, өнермен басқармасы ағзасы, жеке меншік кіші карханасын ашқан өнермен. Ол мектепте суретшілік бойынша ұстазы Жеңіс Лепесовтан сабақ алды. Мектеп дәуірінде ағаш оймакерлігі бойынша сабақ берген ұстазы Боранбай Тәңірбергенов бүгін өнерменшілік бағдарында ұстазлық етпекте. Өнерлінің қолы гүл дегендей, келешегінен үміт күттіретуін жас өнермен Азат Пірназаровтың қолынан дөреген минетлер қалқымыз талабын қанаатландырып келмекте. Мектеп босағасынан жетіліп шығып, өнерін давамлап атырған шебер қоллы қыздарымыздың бірі Алтынгүл Мусаева 2007 жылы келешек хавасы таңылауының жеңімпазы болған еді. Ол тігушілік өнерін ең жайдырған қолы гүл шебері. Мектеп імараты жанында жайласқан бұл тігу цехына оқушы жастар тұрақлы келіп тұрады. Тігушілік һәм кестешілік өнерін давам еттіріп атырған шебер қыздарымыз әр түрлі бағдарда бұйыртпалар қабыллап, қалқымыз кеуілінен шығып атыр. Қарақалпақ халқының көркем өнерін дүния жүзіне танытуда талантлы жастарды тәрбиелеп атырған бұл мектептің мақсаты ұлы. Дүнияны бір майлы қалемнің сиқыры менен көзаландырған оқушылардың бейбаха шығармаларына сер салып қарасаңыз, балалықтың пәк сезімі менен ұлғаю дәуірінің ашық ізденісі қарысып кеткендігіне көзіңіз жетеді. Әр күні өнер сабағын үйреніп атырған оқушы жастар тәрбие мектебінде үлгі боларлықтай істерден өрнек алмақта. Жастар тұрмыс мектебінде білім һәм өнер үйреніп атыр. Біздің үшін ең ахметлісі де өсіп кетірген жастардың пұқта білім алуы, өнер иелеуі, өмірдің, жақсылықтың қадіріне жетіп, ұлғаюы болып табылады. Қанегелестірілген көркем өнер мектебінен
су вақыт аралығында 800-ге шамалас оқушылар біткеріп шыққан болса, олар текарынан 6 бағдарда өнер сырларын үйреніп, бүгін жарқын келешекке сенімлі қадам таслады. Мәдениетіміз бенен көркем өнерімізді, әмели қол өнерімізді дүнияға танытуға үлес қосып атырған талантлы жастар халқымыздың мақтанышы һәм ертеңгі келешегі болып табылады. Халқымыздың белгілі талант иелері академик художник Жолдыбай Ізентаевтың, мүсінші Жолдасбек Құттымұратовтың, художник Қыдырбай Саевтың ізбасарлары болып, жетісіп шығатығынлығы айрықша қуанышлы жағдай. Имканият һәм әтібар менен тәрбияланып атырған зейінлі балалардың жарқын келешегі айдын жолға басылап бара береді.